Хавал H6 кіргізгенбіз. Артынан бастайтын болсақ, мына жердің зазоры жоқ. Оң жағының зазоры үлкен. Мына артындағы бочинасы ауысады, крыласымен бірге. Есігі ауысады. И бет шетіндегі алдындағы есігі ауысады. Үстіне келетін болсақ, үстіне қараңыздар, крышасы страшный болып кеткен. Неге десеңіздер, аударылғаннан кейін бәрі сояққа қарай кеткен. Мына перегородканы ұры бір майсыр тастаған. Ол жерде мына крыласы өзі керек, капотын ауыстырамыз. И крыласы замена. Есігінің өзі істеледі, бочина. Крышасы да оригинал крыша емес. Өйткені оригинал крышаның өзі Қытайның өзінде 700 мың теңге тұрады екен. Перегородкалар страшный болып жатыр. Осылардың бәрін істейтін боламын, сіздерге түсіріп. Есіктері ашиттер отырып қалған, короче. Алдындағы бампері, фарасы, по-моему, фаралар бәрі жарайды. Тек қана мынау 2 деталь, 3 деталь, төбеде крышасының артында крыласы, мынау осымен бірге келген, бочина дейді. Сонымен бірге ауыстыратын боламыз. Не дейміз, қазір установка етіп қойдық. Бүгін число, қай число, қай уақыт, қандай? Қазір көреміз числоны көріп жүрміз. 22 сентябрь екен. Бүгін 22 сентябрьда басталды. Құдай қаласа, енді бір апталардың ішінде көлемінде Құдай қаласа сіздерге толық обзорын түсіретін боламыз. Енді қазір обед болды, мұнаны бір жарым сағаттай болды установка еткенге. Или одан аспаса, сағатқа да қарамаппын. Есіктердің бәрінің стойкілері страшно ойда. Біреу ішкерде, біреу сыртта болып тұр. Өйткені мынаның бәрін кетіру керек. Мына соншама кіріп кеткен мына. Стойкасы кіріп кеткенде, ол стойкілердің бәрін қайтадан бері қарап келген, мына көтеріліп кеткен бешейді. Сонан бәрін орнына келтіретін боламыз. Вообще айтайық, боковой частын алып тастадық. Ішінде мына любой машинаның күпкісі болады. Бұл анда тура чанган сияқты алып тастадық. Чанганның сияқты алып тастадық. Так, мынаны алатын боламыз. Мынаны ішінде вообще қатты болады. Мынаны шығарамадық. Өйткені артқы жағынан да қатып тұратын жері болады екен. Ол үшін панель шашу керек екен. Астын осы шашып тастадық мына. Енді мынау клейін айтамаймын, қаттысын. Страшно. Қатты. Соланы алатын боламыз. Келтіріп. Мына крышалардың бәрін орнына келтіріп қойдық та. Бірақ әлі саған жоқпыз. Неге? Өйткені бочина самай крыша саламаймыз. Артындағы багажның зазорына тұрлап қойдық. Крыланыкында тұрлап қойдық. Тек қана мына шеті қалды. Оны мына жерлерін жылған екен. Оны тартып істейтін боламыз. Мына есікке оны істейміз. Стойканы осы жеріне ауыстырамыз. И артыңғы есігі. Оны істеу керек. Так, тағы. Не дейміз бұны? Осындай бір клей табу керек болып тұр. Герметика. Ошы мощный екен. Тура осы жерлеріне пристевать етеміз. Іш жақтарын. Сосын бочина салатын боламыз. Хавалдар. Жұмыс түсіре алмай жатырмыз видеоға. Осылай по контактқа ауыстырамыз. Алып тастаймыз аналарын, мынаны прямо тазалап. Чтобы ана жақсы отыру үшін іші жұмсақ. Сырты қатты бірақ металдары жақсы. Короче, мына порогның астында резина болады. Резинаны ұстап тұратын. Мынада пластмасс болады. Осы пластмассаны шығарамаймыз. Негізі сырт жақтан біреу шықса, біреу шықпайды. Шығарамыз. Енді мынау ұстап тұратын көрдіңіздер ме? Сол үшін қазір біз астынан бүйтіп қырқып алғанбыз. Мына жерден. Мына осы жерде тұрған жеріне шығарып аламыз да, қайттан өзінің несін істейміз. Бұл жерде резина тұрады екен. Мен жаман көрген нәрсе. Бұл жерде лай, су жиналады. Мынаны шертіп жібереді. Мына резина болады мына. Көрдіңіздер ме? Суланып шаңланып тұр. Осы жерде минус болып тұр да. Қазір осыларын бәрін шығарып алатын боламыз. Жеткізіп. Сосын мұны тастап жібереміз. Астын көшіріп жатырмыз. Мына бочинаның несі ғой, кусогы. Бұны сүйірлететуінің керегі жоқ. Өйткені мынау өте қатты темір болғаннан кейін тек қана зубиламен ұрып отырасыз, кете береді өзде.
зубилаға неше жыл болды. Өте қатты. Таба алмай жатырмын осындай зубила. Вальт етіп мына осы жері ғана қалды. Бұл бітсе білмеймін қай жерден тауын. Әртүрлі сынап көрдім. Қымбатында жақсында бәрі бастар тупой болып қалып отыр. Мына сияқты емес. Енді болды, тек қана тазалаймыз енді. Бачинасын контачный сварка шықты. Контачный сварка сияқты. Контачный сварка шықты. Деп айтыппын ғой. Жаңа контакттарын ұрып шықтым. Контакттарына полностью ұрып шықтым, короче. Ерінбей. Астынан бастап, мына елге деймін. Көрініп жатқан болса. Енді екеуінің ортасын тесіп, сверлить етіп. Не істейтін боламыз? Мына контакт. Вальт етеміз да? Мына жерден, мына жерден, мына жерден, мына жерден, мына жерден. Сөйтіп мұнаға отырғызатын боламыз. Так, немен істегенімді көрсетейін сіздерге. Мұнаны немен істегенімді көрсетейін. Көн. Қай жерге қойдым ба? Апап қойдым ба? Түк. Бас жоқ көрдіңіздер ма? Бас жоқ. Қай жерге қойғанымды білмей тұрмын. Қойдым, значит. Қай жерге қойдым? Мына. Осындай нәрсе. Басына 13-тік болт вальт еткем, ортасын тескем. Мына. Например, екі темірінің ортасына қоямыз. Мына. И ал қысатын болсақ, кетіп жіберем. Бірдеше. Контакт. Көрдіңіздер ма? Соны қаттырақ қысаңыздар да болады. Бірақ мұнан темір страшно қатты екен. Сүй береміз, көре береміз екен да. Онымен көрмеп мә. Кемна крыласын қараңыздар. Қисайып келген қараңыздар мына жерін. Ұзынасын былайынан. Оны негізі болмау керек. Мына жері отырып қалған, мына жері шығып кеткен. Мынау крышасы да тура сондай келген ғой. Білмеймін енді қалай рихтовать етеміз ба. Мына да сондай. Енді қоямыз, амал жоқ. Не істейміз оны? Уақыт жоқ күтіп отырғаны. Вообще, крышасын несін сап қойдым, мұның дамгарды шейін тұр. Осы дамградты итеріп қойып істетік аршы еткен. Ол артында бәрі сол жаға қарап кетіп қалған. И мұны. Короче, бұның келмейтін жақсы жері, жаман жері мұны. Мұна жерден бүйтіп бір қырықтым, мұна жерден бір қырықтым, мұна жерден бір қырқылды. Неге? Мұнаны бұлайынан істеп қойғанда. Вообще, ұрып болса да иямаймын. Сол үшін мұнаны осы жерден қырқып, кішкене отырғызып, сөйтіп істедім.
арты жаңа крыласын. Мынаның бәрін поконтактын істеп қойдық. Дайын. Четкий болды, зор отырды, бірақ. Но переделка бар да бәрібір. Бәрі переделка бар, өйткені четкий болып отырмайды. Әр машинаның өзінің бір минусы болады. Енді боларда ше, қара есігі зор келеді екен. Мен көп байқадым, Чанганда да сондай болды. Өзіміздің Hyundai, басқа машиналарда серия болады ғой. Осы сериясы жақсы шыққанда серия, свет. Қара свет ең жаман қара свет еді. Качествосы жоқ та. Мынада наоборот қара свет зор келеді екен. Сериясы вообще жақсы келмейді екен. Так, жоғары жаға шығатын болсақ, мына крышасы, ана жері мұжылған жері бар, мына. Соны істеп жатырмыз. Ар шетін спотермен істеп қойдық. Енді бер шеті қалған мына. Қисаған жері отырып қалған. Сол запчасть салатындарға айналайындар. Осы запчасть сауатсыздар, соған сатып жатсыздар. Осын майыстырмай. Тағы неде келеді ол? Анандай да келеді ғой. Мына жерден көрінеді ма? Андай коробкаларда келеді анау. Осындай коробкада келеді, бірақ мыжылып қалғанда болды. Сол үшін запчастьны жақсылап әкеліп берсеңіздер, бәрі ырза болады. Бірақ зазорларын әңгіме жоқ. Мына оригинал зор келеді. Капотқа келетін болса, капотына тура осы жерін майыстырып қойған мына қараңыздар. Мына. Былайынан бір нәрсемен ұрып кіріп жіберген. Мына кішкене балғамен ұрдым. Мына жерлер қалған мына. Зазор шығару үшін. Кішкене келтірдім да бұл жер. Рисовать еткен жоқпын. Так. Фарлар бәрі четко отырды. Мына жерде саласкасы жоқ. Бірақ та жақсы болып тұр. Так, мұнда ойты мұна істеткен екен. Жарып тұр. Балдар істейтін шығар. Мұның бірақ үшкісі бар, қалған жоқ. Просто приблизительно қойдым. Бірақ мұна кемей жатыр. Мұна бер шеті үлкен, мұна шеті кішкентай отыр. Бұл негізі бұлай көтерілу керек. Көтерілсе де бұл сәл нето болып тұр. Өйткені фар астына қарай түсіп кеткен ба. Мұна жерде кемей тұр. Мұна бәрі зазор машина болып тұр. Мұнаның зазорда машина болып тұр. Есік осы жері кіріп кеткен еді. Мұнанда зазор машина болып тұр. Мұнанда зазор машина болып тұр. Тек қана осы фарасы болып тұр. Фарасының үшкісі жоқ. Фарасын ауыстырсақ, мынау крыланың асты жағы сыртқа қарай шыққан. Сол үшін осылай болып тұрады жігіттер. Кіргізіп, фараны сәл шығарып істеу керек. Тағы несі бар бұл? Хавал почти бітті. Қазір біздің істейтін түрлігіміз үстіндегі несін панорамасын қоямыз, қойып көреміз. Артында багажын қоямыз. Крышасын тұрлаймыз, короче, панорамасын. Бұл 4 баллонны саламыз да, кейін шығарып тастайтын боламыз. Так. Осы жерде контакт болады. Орнына контакт қойдық, тазалап. Мына отыратын жерлері бәрі осы жерде машина болады. Тағы несі бар бұл? Асты жағынан да контакт болады. Мына қысып қоятын нелер. Мынау рейлинг дейді ма? Дуга. Біреу майысып кеткен, біреу жарамсыз. Біреу жарамсыз болып тұр. Енді запчастардан мынандай нәрселер шығып қалады. Қазір. Есіктің бақылауының асты жағы қисырғаны. Ойнап тұр көрдіңіздер ма? Сондай нәрсе болмаса да әкелген запчастың. Өйткені сатып алғаннан кейін түзу болған жақсы. Капотын неғып алып тастады. Капотын ұштан бұрыштары бәрі отырып қалған. Ар шеті, бет шеті қалған жерлері жақсы. Сол үшін капотын ауыстырып тастады. Мынау крылосы да жақсы крыло емес екен. Мына жерлерін отырғызуым керек. Короче, мынау жері шығып кеткен, ортасы шығып кеткен. Ұштары келмейді, асты келмейді. Білмедім қандай крыло алғандығын. Бірақ мынау серияға қарағанда разница беріп тұр. Цветінде де екі түрлі. Короче, не істейміз? Жұмыс осы багажын қоямыз. Спотерін қазір жоғары қылмасақ, несі жетпей жатыр. Не дейді? Шыны жетпей жатыр. Жігіттер, бұл машинаны полный обзор түсіруге менің уақыт болған жоқ. Енді бұдан кейін кіретін машинаны түсіретін боламыз. Бірақ та қазір істейтін тірлігіміз жоғары жақтын тұрлаймыз, багажын саламыз, 4 баллонын салып шығарып тастайтын боламыз. Так, жұмыстарымыз бәрі құдайға шүкір зор болды. Бір ұрып кететін боласыздар. Мына көтеріліп тұрған жері бар. Соны қою керек. Айтпақшы дай, қараңыздар. Бір көрсетіп өтейін. Соншама разница беріп жүре ма дейтіндерге ше. Мынаны қараңыздар. Мына нәрсені көріп тұрсыздар ма? Мына нәрсе мына жерде тұру керек, мына жерде, мынаның ішінде тұру керек. Сыртында тұр. Бүйтіп кесіп алып тастауым керек. Егер бұл нәрсе мына жерге апаратын болсам, мына крыланың ұшы, мына жерде тұрар еді. Арасы ашық болып. Көрдіңіздер ма? Сол үшін мынаныкіде сондай болып тұр ма? Осылай көрініп тұр ма жоғары жақтан? Мынаны көтеру керек екен. Короче, мынаны көрдіңіздер ма? Енді бұл
Bunani qirqib olib tashlaymiz. Өйткені mana. Ko'rdingizlarmi, lishniy. Mana yerdan polni qirqib tashlaymiz. Mana narsaning oldida turu kerak. Mana yerda. Soncha razница berib tashlanganini bilmaysiz. Tushundingizlarmi? So'shin Xitoyning oncha-muncha zazori, mayda-shudasi bo'lmay qolsa, renjimangizlar. Өйткені akaning zapchastini o'zimga razница berib qoladi.